Башыңызға сәлем. Паникалық шабуыл және паникалық шабуылға қосылған агорафобия деген менталды бұзылыс туралы айтамын. Ендеше паникалық шабуыл кезде қандай әсер ету моделі бар, соны сіздерге түсіндіріп кетіп тұр. Мынау паникалық шабуыл және агорафобиямен қабаттасқан паникалық шабуыл. Әсер ету моделі қандай? Екі әсер бар, яғни біреуі мазасыздық, біреуі паника. Мазасыздық пен паниканы ажыратып білу үшін когнитивті аспект, ойлау аспекті салдарынан не болады? Мазасыздық туындаған кезде когнитивті аспектісі алдағы уақытта болатын жағдайларға мазасыздануды білдіреді. Ал паника туындаған кезде оның когнитивті әсері қазір қауіпке алаңдау, дәл қазір пайда болған паника салдарынан пайда болған қауіпке алаңдау. Екеуінің айырмашылығы осы. Іс-әрекеттік аспектте мазасыздықтағы адам сол мазасыздықтан қашу, еріксіз қозу, возбуждение деп айтамыз, өз-өзінен тыным таппай жыбырлап кетеді. Мақсатсыз қимылдар және сақтық іс-шаралар жасау іс-әрекеттік мазасыздықта. Ал паникалық шабуыл кезде, сол кезде іс-әрекет жасаған кезде қалайда өзінің өмірін дәл қазір өзін құтқарып қалу әрекетімен жасайды. Енді физиологиялық аспектісі қандай? Мазасыздық барысында бұлшық еттерінің кернеуі, напряжениеда болады. Ал паниканың кезінде жүрек соғуы өзгереді, вегетативті нерв жүйесі қозады. Яғни паника жағдай кезде қандай когнитивті іс-әрекетті физиологиялық аспектісі бар, мазасыздық кезінде қандай аспектілері бар, айырмашылықтарын сіздер білдіңіздер деп ойлаймын.